Қыз қазақ үшін бүгінгі ибалы бойжеткен, ертеңгі тәрбиелі келін, сонан соң өнегелі әже. Ал ол болса еліміздің тірегі, шуақ шашар шаңырағымыздың қорғаны және асыл әке. Ассалаумағалейкум арма қазақ, арма қазақстандықтар және көпшілік қауым. Сіздермен бірге Саке каналы. Біз блогымыздың келесі реттілік санына да келіп жеттік. Бүгінгі біздің тақырыбымыздың басты түртпегі ұлт ұятын ұрлаған ұятсыз интернет желісіндегі жарнамалар. Яғни осы арнада ұлт тәрбиесіне қатысты ұсыныс пен әрекет жөнінде сіздер үшін аз да болса да сөз қозғайтын боламыз. Иә достар, еліміздің бүгінгі таңда әрбір шаңырағын ұялы телефонсыз елестету мүмкін емес. Бәрінде дерлік интернет желісі бар. Біздің айтпағымыз, сол интернет желісінде ұлттың ұятын ұрлаған ұятсыз жарнамалар көптеп қаптап жүр. Бұл жарнама желісі ұлтымыздың ұрпақ санасына әсер етпей кетпеуі мүмкін емес. Адамның бір қызығы бала деген. Баламды медресеге біл деп бердім, шен алсын деп бермедім деп Абай айтамыз айтқандай, адам қашанда ұрпағымен қымбатты. Иә бауырлар, баршамыздағы үйдегі үкілеген ұл қызымызды жаман болсын демейміз. Сондықтан бір қарын майды шітіп алмау үшін құмалақтан қазірден бастап өз әрекетімізді жасағандығымыз жөн болар. Яғни ұрпақ қамын ойлап, отбасыңыздың тәрбиесіне үлес қосам десеңіз, өз шаңырағыңызда осындай жағымсыз жарнамалар жарқ етіп жатса, сіздің де қолдан келер әрекетіңізді жасауға мүмкіндігіңіз бар. Ол қандай мүмкіндік десеңіз, біздің нұсқаулыққа назар салыңыз. Мысалы, қазіргі таңда YouTube желісінде мынандай ұятсыз жарнамалар өрбіп тұр. Осы жарнаманы көре қалсаңыз, жарнама жанында 3 кішкене қата тұрған 3 нүкте болады. Үстін басыңыз. Басқан сәтте орыс тілінде «Почему я вижу эту рекламу и показывает это объявление? Настройка рекламы» деген 3 жазу шығады. Соның ішінде біріншісі «Почему я вижу эту рекламу» деген сөздің үстіне басып, көк жазумен жазылған «Пожаловаться эту рекламу» деген сөзді басасыз. Осындай 4 жолақта сөздер шығады. Соның ішіндегі бірінші жолақтағы сөзді таңдасаңыз, барлығымыз біріккен күйде осы жарнаманы елімізден қуып шыққан болар едік. Иә достар, осылайша ұлт қамын ойлаған болсақ, бала тәрбиесімен өскелең ұрпақтың қамы үшін қазірден бастап өз әрекетімізді жасағанымыз дұрыс. Осы видео мен осы влогты және осы ескертпелерді ағайын туыс дос жарандарға таратып, сізде бір ұрпақтың қамы үшін, отбасы тәрбие үшін үлес қосыңыз. Осы видеоның елімізге көптеп таралсын десеңіз, видео астында лайк батырмасында басып кетуді ұмытпаңыз. Ал ендеше құрметті бауырлар, әрбіріміздің шаңырағымызда өсіріп отқан ұл қыздарымызда жоқ емес. Бүгінгі біздің шығарылымыздың басты мақсаты осы ұлт ұятын ұрлаған ұятсыз жағымсыз жарнамаларды жою және жойылуына сіздерге бағыт-бағдар көрсету. Ал түйіндемені шығару өз құзырларыңызда. Бала тәрбиесі бұл ата-ананың міндеті екенін ұмытпағайсыздар. Осымен біз бүгінгі өз блогымыздың соңына да келіп жеттік. Сіздермен бірге болған Сакен Әбсеметов. Келесі кездескенше, келесі жақсы видеоларда жолыққанша күн жақсы болсын ағайын.